Күн еңкейіп, ауыл шетіндегі үйлерге түс мезгілінің алтын көлеңкесі жайылып бара жатқан шақ. Айман ас бөлмесіндегі терезенің алдында сыртқа қарап отыр. Аспанның түсі баяу қарауытып, алыстан жауынның иісі келе жатқандай. Кешкілік самал пердені толқандырып, терезе алдындағы гүлдердің жұпар иісін үй ішіне толтырды. Асқар әрдайымғыдай үнсіз еді. Телефонын қолынан тастамай, үстел үстіндегі қағаздарын ақтарып отыр. Асқар, шай іш, суып барады, деді Айман жай ғана. Қазір, деді ол телефонынан көзін алмай. Көп жылдар бойы екеуінің арасында осы бір қазір деген сөздің арасы ұзарған. Айман соған үйренген. Бірақ кейде дәл осындай тыныштық орнағанда ішінен бір нәрсе үзілгендей болатынын сезетін. Олардың балалары мектептен келіп бөлмелеріне кіріп кеткен. Әркім өз әлемінде. Ас үйде тек сағаттың сықылы мен шай құйылған дыбыс естіледі. Айман үшін бұл тыныштық бейбіт емес, бос үнсіздік еді. Ол шайды үстелге қойып Асқарға қарады. Есіңде ме? Біз осы үйді алғаш алған кезде неше түрлі арман айтатынбыз. Асқар басын көтерді де әлсіз жымиды. Есімде, бірақ өмір деген өз арнасымен кетеді ғой, Айман. Айман бас изеді. Бірақ оның ішіндегі әлде бір мұң бар еді. Өмір өз арнасымен кетеді, деп Асқар айтқанда, ол біз сол арнадан айырылып қалдық деп ойлады. Сол түні Айман ұйықтай алмады. Асқар баяғыдай арқасын беріп жатты. Ал Айман төбеге қарап, ой құшағына жатты. Түн ортасында сырттан жел соғып, жаңбырдың алғашқы тамшылары терезеге тиді. Ол жаңбырдың дыбысын тыңдап жатып, іштей сыбырлады. Мүмкін бізде бір өзгеріс керек шығар. Келесі күн Асқар жұмысқа кетіп бара жатып, Арман хабарласты. Қалаға келіп, бізде біраз тұрмақшы, деді. Арман, деп таңырқай қарады Айман. Иә, жұмыс іздеп жүр екен. Бөлмелер көп, бала-шаға да қуанып қалар. Түс ауа есік қоңырауы соғылды. Айман есікті ашқанда, қарсы алдында жымиып тұрған жас жігіт көрді. Көзінде жылылық бар еді. Иығында шағын ғана сөмке. Сәлеметсіз бе, жеңеше, деді Айман жарқын үнмен. Жақсы келдің, Арман. Ішке кір, өз үйіңдей бол, деді Айман. Арман үйге кіргеннен ақ бәрі өзгеріп кетті. Балалар мәз, үй іші күліп, у-шу боп кетті. Кешкісін бәрі дастархан басында жиналды. Жеңеше, сіздің пісірген еттің дәмі керемет екен, деді Арман риясыз. Сен ауылдың дәмін сағынғансың ғой, деп күлді Айман. Асқар да жымиып қойды. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет отбасы болып күліп отырды. Сол сәтті Айманның жүрегі біртүрлі жылып кетті. Үйдің ауасы өзгергендей. Күндердің күнінде Асқар іссапарға кетті. Кешкілік аспан қайтадан бұлттанып, жел көтерілді. Айман кешкі асқа үстел жайып, балаларды ұйықтатып болған соң терезе алдында келіп отырды. Жаңбыр сіркелеп, бірден қатты, бірден бәсең соғып тұр. Айман үшін жаңбыр тек табиғат емес, жүректің күйі сияқты. Бөлмеден Арман шықты. Үстінде жылы күртеше, қолында бір кесе шай. Ұйықтамадыңыз ба, жеңеше?
деді ол сыбырлап. Жоқ, жаңбыр ұйықтатпайды мені. Менде. Әр тамшысы бір естелік секілді. Айман күлімсіреді. Сен әлі бала сияқтысың, Арман. Мүмкін. Бірақ кейде бала болу қорғану сияқты ғой. Жаңбыр терезені соғып, шам жарығы екеуінің жүзін әлсіз жарықтандырып тұрды. Айман оның жүзіне қарап өз өмірінің өткен жылдары көргендей болды. Жоғалған жылулық, ұмыт болған сөздер, көзге көрінбейтін сағыныш. Бір сәт үнсіздік. Бір сәт үнсіз қалу кейде жанның айқайы. Сол түні екеуі ұзақ сөйлеспеді, тек жаңбыр тыңдады. Бірақ сол үнсіздікте жылы жүрек дүрсілі естілгендей еді. Таңғы жарық перде арасына сығалап кіріп, бөлмені әлсіз алтын түске бояды. Жаңбыр тоқтаған, бірақ терезеде түнгі тамшылар ізі қалыпты. Айман ерте тұрды. Кешегі түннің тыныштығы әлі де үйдің ішінде іркіліп қалғандай. Ас бөлмеге шыққанда Арман ас дайындап жүр екен. Сізге шай қайнатайын деп едім, жеңеше, деді ол ұялы жымиып. Рахмет, Арман. Керек емес еді. Сен демалуың керек қой. Жоқ, мен ұйықтай алмадым, кеше ауа басқаша еді. Айман бір сәтте оған қарады, көзі тұнып тұрғандай. Сосын теріс қарап үстелде отырды. Арман, деді ол сыбырлы үнмен, өмір кейде адамның күтпеген жолдарға итермелейді. Бірақ сол жолға адаспау ең қиыны. Арман басын изеді. Иә, кейде біз жүрегімізді түсінгіміз келеді, бірақ ол бізге қарсы сөйлейді. Айман үндемеді. Ішінде бір ыстық толқын жүріп өткендей болды. Ол бұл сезімді сөзге айналдырғысы келмеді. Себебі ол сөз айтылғанда бәрі бұзылар еді. Сол сәтте сырттан күн шықты. Түнгі бұлт арасынан нәзік жарық үй ішін жылытып жіберді. Айман сол жарыққа қарап, бәлкім кей сезім тек түнгі жараған шығар, деп ойлады. Күн артынан күн өтіп жатты. Асқар іссапардан қайтып келді. Үй қайтадан бұрынғыдай. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Айманның көзқарасы. Ол енді бәріне басқа көзбен қарайтын. Арман жұмыстан ұсыныс алды. Аға, мен басқа қалаға кетейін деп тұрмын, деді ол бір күні. Асқар қуанып кетті. Жақсы жаңалық екен, жолың болсын, інім. Айман үнсіз тыңдап тұрды. Жүрегі шым етіп түсті. Бірақ сыр бермеді. Сол күні Арман кетер алдында есік алдында біраз тұрды. Жаңбыр тағы да сіркелеп тұрған. Айман оны шығарып салып тұрып, жай ғана сыбырлады. Жолың болсын, Арман. Арман оның көзіне қарады. Сол көзқарас, мың сөз, мың өкініш бар еді. Рахмет, жеңеше, бәрі үшін, деді ол баяу. Айманның ішкі дауысы сыбырлады. Кей сезім айтылмай қалғаны дұрыс. Арман кетіп бара жатты. Жаңбыр оны ізіне тамшылап әлденені жауып жатқандай. Айман терезе алдында ұзақ тұрды. Сол сәтте оның жүрегінде ауырлық та, жеңілдік те қатар тұрды. Жеңілдік бәрі дұрыс аяқталғаны үшін, ауырлық енді еш қашан оралмайтын сәттер үшін. Арман кеткеннен кейін үй тағы да тыныштыққа орнады. Бірақ бұл тыныштық енді бұрынғыдай суық емес еді. Айман өзіне жаңа өмір бастағандай сезінді. Кешкілік Асқар жұмысынан келіп, терезе алдында тұрған әйеліне қарап, Айман,
Сен өзгеріпсің деді. Иә, бәлкім, уақыт адамды өзгертеді ғой. Асқар үнсіз қалды. Мен көп нәрсені байқамаппын. Кейде сенің көздеріңдегі бір мұң бар еді. Бірақ мен көрмей кетіппін. Айман жымиып. Ештеңе етпейді, Асқар. Адам кейде бәрін кеш түсінеді. Асқар оның жанында келіп қолынан ұстады. Мен саған ризамын. Сен осы үйдің шуағысың. Ал мен соны ұмытып кетіппін. Айманның көзіне жас толды. Кейде жылулықты сырттан емес, өзімізден іздеу керек екенін енді түсіндім, деді ол сыбырлап. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Бір-бірін кінәламай, тек тыңдады. Тыңдау кешірімнің алғашқы қадамы еді. Бірнеше апта өтті. Бүгінде жаңбыр. Айман терезе алдында отыр. Сырттан әдемі бояу тыныстап, аспан бозғыл түске боялды. Ол көзін жұмып жаңбырдың дыбысын тыңдады. Енді бұл дыбыс оған мұң емес, тыныштық сыйлайтын әуен секілді. Барлығы өтеді, бірақ кей сәттер жүректе мәңгі қалады. Айман енді қорқпайтын, ол өз жүрегін таныды, түсінді, кешірді. Асқар да өзгерген. Ол енді жұмыс пен телефонның адамы емес. Үйіне ертерек келіп, балаларына ертегі айтып, әйелінің күлкісінің аңсайтын әке. Айман жаңбыр тамшысын саусағымен сипап тұрып іштей сыбырлады. Рахмет саған, өмір, сабақ бергенің үшін. Сыртта найзағай алыстан жарқ етті, ал жүрек ішіндегі тыныштық орнады. Кей сезім айтыла бермейді. Кей сөз жүректе ғана өмір сүреді. Бірақ сол үнсіз сөздер кейде адамның бар ғұмырын өзгертеді. Өйткені шынайы сезім айтуды емес, түсінуде.